Капсуладағы саумал өнімі бұл табиғи бие сүтін -65 градуста жоғары технологиялық әдіспен қатыра отырып, құрамындағы барлық пайдалы ағзаға қажетті витаминді қоректерін, минералдарды сақтай отырып, құрамындағы сары суды ығыстырып алып тастаған құрғақ түрі. Табиғи саумалдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Саумалды анемия мен гиповитаминоз кезінде, гормондық бұзылыстарда, асқазан ішек жолдарының, орталық жүйке жүйесінің, бүйрек қуық жолдары мен зәр шығару жолдары ауруларында, ұйқы безі мен ас қорытуда, жүрек қан тамырлары мен лимфа және иммундық жүйенің жұмысына, өкпе тыныс алу жолдарында, эндокриндік бездердің гормондық бұзылыстарын қалпына келтіру үшін, сүйек буын ауруларында және бұлшықет талшықтарының әлсіреуі мен созылмалы шаршау синдромында, ерлер мен әйелдердің репродуктивті органдарының жұмысын жақсартуға ұсынылады. Түрлі тері аурулары кезінде де қолданамыз. Организмді және қан құрамын қуаттандыруға, ағзадағы жұмысты жақсартуға, дене жасушаларын жаңартуға көмектеседі. Ұйқыны реттейді, шаршауды басып, жүйкені тыныштандырады. Ми құрылысының дұрыс дамуына, есте сақтау қабілетін арттыруға және өкпе тыныс жолдары аурулары мен ішек паразиттерін жоюға, түрлі вирустық инфекциялар мен жұқпаларда емдік және сауықтыру үшін ұсынылады. Қабылдау курсы 90 күн, 6 құты. Таңертең және кешке аш қарынға 3 капсуладан ересектерге, ал балаларға 2 капсуладан ұсынуға болады. Саумалдың химиялық және физикалық құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын болғандықтан, жаңадан туылған нәрестелерге де, жүкті аналарға да, емізулі аналарға да және операциядан кейінгі сауықтыру, реабилитациялық кезде де қабылдау ұсынылады. Қарсы көрсетілімі жоқ.